Диего Армандо Марадона 1960 жылы 30 қазан күні Ланус қаласында дүниеге келді. Басқа да аргентиналық жасөспірімдер секілді Марадона да жастайынан доп тепті. Ал оның футболға деген махаббаты 7 жасында жиен ағасының футбол добын сыйға тартқан кезде ашылды. Допқа деген махаббатының шексіздігі соншалықты Марадона допты өзімен бірге құшақтап ұйықтайды деседі. Осы допқа деген құштарлық оны футбол әлеміне әкелді. Бала кезіндегідей ол допты өзіне бір сәтке болсын жібермеді. Алдында тұрған қорғаушыларға немесе ойыншыларға қарамастан, Марадона ешкімге оңайлықпен допты бермейтін еді. Ал оның техникасы болашақ футбол ұрпағына мәңгілік үлгі болып қалады. Марадонаның футбол әлеміне саяхаты Аргентинос Хуниорс футбол клубынан бастау алды. Сол клубтың бапкері Франсиско Карнехо 10 жасар баланың техникасына тәнті болғаны соншалықты оны үлкендер құрамының жаттығуына шақырған. Ал 18 жасында Марадона ресми түрде футбол әлеміндегі алғашқы ойынын өткізді. Ең алғашқы ойыннан ақ 16 жасар жігіт өзінің қайтпас қайсар мінезімен талайларды тәнті етті. Ойыншы 18 жасында Аргентина чемпионы атанды. 18 жасар үздік ойыншыға сол кездері топ клубтар қызығушылық танытты. Алайда Марадона алысқа кетпей Бока Хуниорсты таңдады. 1982 жылы әлем чемпионаты Аргентина үшін сәтсіз болса да, Марадона үшін топ клубтар сапына ауысуға таптырмас сәт болды. Ойыншыға Барселона, Наполи, Севилья клубтары қызығушылық танытты. Диего сол сәтте іші сезгендей Наполиді таңдап, клуб тарихындағы үздік ойыншылар қатарына тіпті. Үздік ойыншысы десек те қате айтқанымыз емес. Диего Наполи сапында 188 ойын өткізіп, 81 гол соқты. Марадонаның жұлдызды сәті 1986 жылы өткен әлем чемпионаты еді. Сол чемпионатта Марадона өз еліне әлем чемпионатын алып беріп қана қоймай, алдында тұрған 6 ағылшын ойыншысын алдап, ғасырдың ең үздік голын соқты. Ал ең бастысы, ол өзінің елі үшін елім чемпион болсын деп соңына дейін күресіп, қолмен гол соққанында. Бұл голдан кейін Марадонаны әлі күнге дейін Құдайдың қолы деп атайды. Расында, қазіргі таңда Аргентина ұлттық құрамасында Марадона секілді жігерлі, соңына дейін күресіп ойнайтын ойыншылар жетіспейді. Өкінішке орай, осындай керемет мансабын Марадона құртып алды. 1991 жылы Бариге қарсы ойын алдында тапсырған тесттен Марадонаның есірткі қолданатыны белгілі болды, және сол үшін ойыншы 15 ай ойындардан шектетілді. Осы жағдайлардан кейін оның мансабы қайта жарқырамады, және ең соңында ол мансабын аяқтады. Бірақ қандай да болмасын, Марадона өз есімін футбол әлемінен өшпестей жазып кетті. Оның өз еліне деген махаббаты ешқашан ұмытылмайды. Аргентинос Хуниорс сапында алғашқы ойыннан кейін Марадона «Бүгін менің қолым аспанға жетті» деген болатын. Ал кеше ойыншының қолы қайтадан аспанға жетті. Бірақ ол жолы мәңгілікке.